Баршаңызға ассалаумағалейкум. Айына кемінде 1 миллион теңге табыс тапқыңыз келсе, онда біз сізге газоблок кірпіштерін құйып сату бизнесін ұсынамыз. Ол үшін сізге бар болғаны бір миксер, шаблон, резкасы болса, және оң қалыбы болса, осы бизнесті бастап, айына кемінде 1 миллион теңге табыс табуға болады. Бұның процесін, құю процесін қазір сіздерге цехта көрсететін боламыз. Кеттік. Мынау смеситель, миксер. Бұған мына су, 100 литр су құямыз. Және де бұған 2 қап цемент кетеді и 80 килограмм құм кетеді. И өзінің химикаттары бар. Бұда сапа, орта сапа бар, жаңа стандартқа жауап беретін сапа бар, госстандартқа и кәдімгі қазіргі құйып атқан бізде Сарыағашта енді не газоблок құятындар көп болғаннан кейін әртүрлі сапада құйылып жатыр. 3 сапада технологиясын үйретеміз. Және де бізден техподдержка болады. Бізден қалып алған адамдарға, оборудование сатып алған адамдарға, солардың бизнесі жүріп кеткенше біз олармен байланыста боламыз. Бізге беймарал, ұялмастан телефон соға береді. Жаңағыдай проблемалары болып жатса, ол проблемаларын шешіп отырамыз. Қашан болдым, профессионал болдым дегенше, ол адамдармен контактіде болып тұрамыз. Және де бізде қазір шетелдерден, Россиядан, Қырғызстаннан қызығып атқан бауырларымыз бар. Алла бұйыртса, ол жаққа да шығарайын деп жатырмыз, Қырғызстанға да. Осы газоблок бизнесін ол жақта да дамытсақ деген ниет бар. Жалпы қазір процесті көретін боласыздар. Мынау алдыңғы қалыптарымыз жаңадай ең бірінші бастаған кезде 3 жыл алдын полный қалыптарға лай жағылатын шелдеріне, жаңа раствор ағып кетпеу үшін. Қазір модернизированный дейді ғой, жаңа модернизация істеп қалып құрастырылады, ешқандай лай жағылмайды, тек қана отработка май жағылады, болды. Құрастырып, ыңғайлы, құрастыруда тез и жаңағы құйылуы тез. Алдыңғы қалыптарымызға мысалға лай жағуымен, құюымен бір қалыпқа бір 10-15 минут уақыт кететін болса, қазір маған мысалға бір ары кетсе құрастырумен бірге бір 7 минут уақыт. Егер барлығын дайындап қоятын болса, цементтің, құмын, химикатын барлығын тартып, әр қалыптың алынан дәл осылай дайындап қоятын болса, бір қалыпқа 5 минут уақыт кетеді. Құю ыңғайлы, құю тез. Бұда бір адам амалдап 10 қалыпты құюға болады. 2 адам болатын болса, кемінде бір дәл осы қалыптан 20 қалыпты күніне құйып үлгереді. Дәл осы қалыптардан болатын болса, мына қалыптардан бір 15 қалыпқа шейін үлгеруі мүмкін, бірақ мына қалыптан 20 қалып. Ол деген сөз 120-240 газоблок құйылады бір күнде. Ал адам санын көбейтетін болса, бұда енді адам санында жаңағыдай құю тез. Құю мысалға 20 қалыпты бір 2 сағатта құйып тастауға болады. Бірақ бұда енді оның кесуі бар, жинауы бар, сонымен уақыт кетіп қалады. Ал құюына ешқандай уақыт кетпейді. Сол үшін адам санын көбейтіп не алатын болса, осы бір миксердің өзімен даже 40 қалып, 50 қалыпқа шейін құюға болады. Ол деген сөз уже 600 газоблок, 50 қалып құятын болса. Бір кірпіштен қалатын қазіргі біздегі таза пайда, егер өзің істейтін болсаң, бізде Сарыағашта қазір 700 теңге газоблоктың бағасы. Бір газоблоктан өзің құятын болсаң 370 теңгедей теңге қалады. Ал енді бізде қазір адамдарға құйдырып жатырық, 270-250 теңге қалып жатыр. Соғанда 10 қалыптан сізде уже 120 кірпіштен пайдасы 250 теңгеден онда есептесеңіз, где-то бір 30 мың теңгедей пайда таба аласыз. Мынау қазір құю процесі міне қазір уақытқа да қарасаңыздар болады, бір 5 минутта уақыт кетпейді. Мін миксер қосылады, қосылды міне. Міне қазір фиброволокно қосылды, каустический сода и жаңа сульфат натрия қосылады. И мына 2 қап цемент. Бізде пайдаланатын цементіміз, Қызылордада шиелде шығып атқан цемент, Гиджуба.
Қытайлардың шығарып жатқан цементі 400-лік марка, бірақ өте сапалы. Бұдан шыққан газоблоктар мықты, қатты, зор шығып жатыр. Екі қап цементтен кейін арқасынан құм салынады. Құмда 80 килограмм. Жұмыс процесі мұны осылай жүреді. Жалпы қазір уақытқа қарады, қанша минут болды? 4 минут айнала ма? 3 минут. Даже 3 минут. Грубый бір қалыпқа 5 минут уақыт кетеді. Қазір айналып болады 3 минутта. И өшіреді, ане құяды. И одан кейін сол газоблоктық сместі құйғаннан кейін бір 20 минутта ол көтеріледі. Жаңа нан қамырды ашытасыз ғой. Сол қамыр көтерілген сияқты бұл газоблоктың смесі де көтеріледі. Ішіне қайнайды, газообразование болады. Жаңа пористый шоколадтар болады, сол сияқты тесік-тесіктер пайда болады. Оның бір несі газоблоктың олай пайда болғаны, жаңа тесік-тесіктер. Онымен үй құрсаңыз, үй жылы болады. Енді прочность жағынан шеге қағып бірдеңке қаға алмауыңыз мүмкін. Бірақ жылулық жағынан бұда өзінің негізі газоблокта өзінің анкерлері болады. Егер телевизор не қатыратын болсаңыз, өзінің арнайы анкерлерімен қатырасыз. Жылулық жағынан бұған ешқандай не жетпейді. Жаңа күйген қышта, жаңа полистирол блок болсын, пеноблок болсын, жаңа газоблоктың несіне жете алмайды. Газоблок қыста өте жылы болады. Отопленияға көп расход қылмайсыздар. Жазда салқын болады. Пайдасы өте көп. И жаңағыда айтқандай таза экобетон ғой. Экологический. Ешқандай адамның денсаулығына қауіп келтірмейді. Қанша минут болды? 1 минут қалды. 2 минут айналып та қазір көреміз. Соңында алюминий пудра салынады. Алюминий пудра салынғаннан кейін буквально 20-30 секундтан кейін уже миксерді өшіріп, ені құяды. Қазір уақыт болды. Құю процесс. Мына жерге келсеңіздер. Осылай сұйық болып ағады. Кейін бір 20 минуттардың шамасында бұл сәл қатая бастайды. И несі көтеріледі. Жаңа сместің өзі көтеріледі. И тағы бір 2 сағаттан кейін ол полный бетіне шейін көтеріліп қатады. Сол 2 сағаттан кейін сол беті горбушкасы кесіледі. Жаңа резкасымен, резкасы осында тұрған. И тағы бір 3-4 сағаттан кейін қалып ашылады да, жаңа бетіндегі қырылып, қалып ашылып, жаңа шаблонды кигізіп, керек размерде кесіліп шығады. Размерлер бізде шаблон универсальный 10, 20, 30 болып кесіле береді. Ол кесілу процесінде оны да көрсететін боламыз, оны да көресіздер. Мұны қазір мына құйды сместі. Смес дайын. Бұл енді қазір 20 минутта осы немен бірдей болады, көтеріледі.